Сәлем қыздар, бүгін сіздерге арықтауға арналған өте керемет салаттың рецептісін көрсететін боламын. Және бұл тойымды салат, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін бізге осындай шалғым қажет. Яғни редискамызды алып аламыз. Мен 8 штук редисканы алдым, көлемі әртүрлі. Өзіңіздің ыңғайыңызға қарай алып пайдалана берсеңіздер болады. Сыртын ашмаймыз, тек екі шетін ғана алып тастаймыз да осындай дөңгелек етіп, жұқа етіп турайтын боламыз. Одан кейін қиярымызды тураймыз. Бұл қиярды да осылай екі шетін алып тастап дөңгелек етіп тураймыз. Қыздар, редиска біздің бұл организміміздегі токсиндарды шығарады. Сол үшін осы салатты арықтауға арналған, яғни ПП салат деп айтып жатамыз. Ал біздің қиярымыз бұл біздің ағзамыздағы зат алмасу процесін реттейді, және қиярдың құрамының 90% судан тұрғандықтан біздің организмімізге судың мөлшерін реттейді. Одан кейін жұмыртқамызды саламыз. Мен 3 штук жұмыртқаны пайдаландым. Бұл жұмыртқа біздің қарнымыздың тоқ болып жүруіне әсерін береді. Сонымен қатар қыздар, менің парақшама тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта көптеген пайдалы рецепттерді салатын боламын. Кез келген аскөк түрін қолдансаңыздар болады. Мен укроп пен петрушканы қолдандым. Егер сіздер көк жуа болса, көк жуаны қолдансаңыздар болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Және дәміне қарай тұзымызды қосамыз. 1 шай қасық қоссаңыздар болады. Одан кейін 2 ас қасық қаймағымызды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осылай қазір біздің салатымыз қою болып тұр. Біраздан кейін біздің тұзымыз қиярымызға сіңгеннен кейін согы шығады. Және қыздар, егер чеснок қосқанды ұнататын болсаңыздар, қаймағымызға чеснокты қосып жіберсеңіздер болады. Жасап көріңіздер. Және менің инстаграм парақшамада тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Ол жаққа да өтіңіздер, себебі ол жақта осы видеолардың қысқа монтаждалған түрлері бар. Ол жаққа да кіріп, өзіңіздің ұнаған салатыңызды, ұнаған тағам түрлерімен танысып, жасап шықсаңыздар болады. Жасап көріңіздер, тіркеліңіздер, ас болсын.